Математика пәнінен бүгін біз 109-шы сабаққа келіп тоқтадық. Сабақтың тақырыбы сандарды салыстыру. Яғни бұл сабақта біз 20-ға дейінгі сандарды қосу, азайтып, қосып, азайтып және салыстыратын боламыз. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Әрбір саяхатшы қанша таяқшадан әкелгенін сана. Сандарды ата дейді. Суретке қарайық және 3 балаға ат қояйық. Мысалы, біріншісі Сырым болса, екіншісі Әлия делік. Үшінші оқушыға, мысалы, Мақсат деген ат қояйық. Міне, суреттегі балаларды атап шықтық, енді олардың қанша таяқшадан әкелгенін сана дейді. Мына төмендегі суреттерге назар аудар. Бір бумада 10 таяқша болатынын білеміз. Бір бума бір ондықты білдіреді. Енді бір ондық және екі бірліктен, яғни 10 мен 2-нің қосындысынан тұратын. Қандай сан? 12. Кімде 12 таяқша бар? Кім 12 таяқша келді? Суретке қарай отырып жауап бере ғой. Иә. Сырым. Сырым 12 таяқша келді. Келесі 10 және 4 таяқшаның қосындысы кімде? Кім 14 таяқша келді? Иә, Мақсат 14 таяқша алып келді. Әрі қарай кеттік. 11 таяқшаны кім алып келді? 11 таяқшаны Әлия алып келді. Міне анықтадық. Бұл сандар қандай сандар? 12, 14 және 11. Енді төмендегі сұрақтарға қарайық. Осы таяқшалардың ішінде қайсысында, яғни кімде таяқша көп? Кімнің таяқшасы көп? Әрине, Мақсаттың таяқшасы басқаларына қарағанда көп. Енді осы сандарды өсу ретімен ата дейді мұнда. Өсу ретімен. Өсу ретімен атағанда біз ең кішісінен бастаймыз, иә? 11, 12 және 14. Енді осы сандарды бірге арттыр. Арттыр болса, сан көбею керек, яғни бірді қосып шығамыз. 12-ні бірге арттырсақ 13 болады, 14-ті бірге арттырсақ 15, 11-ді бірге арттырсақ 12. Сандарды бірге кеміт. Енді керісінше осы сандарды бірге кемітеміз. 12-ні бірге кемітсек 11, 14-ті бірге кемітсек 13, 11-ді бірге кемітсек 10 болады. Осы сандардың көршілерін ата дейді. 12-нің көршісі 11 және 13. 14-тің көршісі 13 және 15. Ал 11-дің көршісі 10 және 12. Міне, ауызша тапсырманы осылай орындап шықтық. Енді келесі бетке өтейік. 99-шы беттегі екінші тапсырмада есепте дейді. Төмендегі өрнектердің мәнін табуымыз керек. Ендеше кеттік. 14 пен 1-дің қосындысы, өткен сабақта айтқанымдай, бірліктерге қосып есептеуді ұмытпа. 14 саны 2 таңбалы сан, 1 ол 1 таңбалы сан. 14 санында 1 ондық, 4 бірлік бар. Ендеше біз ондықты есептемей ойда ұстаймыз, бірліктерді қосамыз. 4 пен 1-дің қосындысы 5. Мұнда 1 ондығымыз бар, сонда 15 болады. Дәл осындай тәртіппен басқа өрнектердің де мәнін табамыз. Бірліктерді қосу, бірліктерді азайту арқылы. 14 пен 4-тің айырмасы. Бұл жерде екеуі де 2 таңбалы сан болғандықтан, ондықтан ондықты, бірлікті азайтамыз. Мәні 0-ге тең. 14 пен 0-дің айырмасы 14-ге тең. Себебі 0 жоқ дегенді білдіреді. 14 пен 1-дің айырмасы 13-ге тең. 16 мен 6-ның айырмасы 10-ға тең. 20 мен 2-нің айырмасы
бұл жерде 20-ның 2 ондықтан құралатынын біз білеміз. 1 ондықты есептемей қоя тұрамыз. Оннан 2-ні азайтамыз 8. Демек жауабы 18-ге тең. Міне есептедік. Келесі үшінші тапсырма. Үшінші тапсырда былай дейді. 20-ға дейін жұптап сана. Яғни кеше өткен тақырып бойынша жұптап 2-2-ден сана дейді. Сандарды өсу және кему ретімен жаз дейді. Ендеше біз алдымен төменде берілген суреттегі банкалардан екеуден жұптап аламыз, мұнда. Барлығын 2-2-ден міне жұптап қойдық. Және осы жұптағанда енді тура осылай жұппен санайтын боламыз. Әр қайсысына 2-ні қоса отырып. Мұнда 2, оған 2 қосамыз. 4, 4-ке 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Міне санап шықтық. Енді осы сандарды өсу және кему ретімен жаз дейді. Өсу ретімен жазу үшін біз ең кішісінен бастаймыз. Міне біз оны жаздық. Ең үлкеніне дейін. Енді кему ретімен жазу үшін біз кері қайтамыз. Үлкеннен бастаймыз кішіге қарай. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Міне өсу және кему ретімен дәптерге жазған уақытта тек мына қатарды және мына қатарды жазасың. Төртінші тапсырма. Салыстыр. Біз жұлдызшаның орнына артық, кем немесе тең таңбаларын қоюымыз керек. Ол үшін алдымен біз өрнектердің мәнін тауып аламыз. 10 мен 9-ның қосындысы мұнда 19-ға тең. 10 мен 3-дің қосындысы 13-ке тең. 19 13-тен артық, 13 19-дан кем. Келесі. 14 пен 2-ның айырмасы 12-ге тең. 20 мен 2-ның айырмасы 18-ге тең. Демек, 18 12-ден артық. Келесі. 18 мен 2-ның қосындысы 20-ға тең болса, 20 мен 8-дің айырмасы 18-ге тең. Демек, 18 20-дан кем. Ары қарай. 12 мен 2-ның қосындысы 12-ге тең, 15 пен 3-дің айырмасы 12-ге тең. Демек, екеуі өзара тең. 10 мен 7-ның қосындысы 17-ге тең, 19 пен 2-ның айырмасы да 17-ге тең. Екеуі тең. 20 мен 9-дің айырмасы 11-ге тең, 10 мен 1-дің қосындысы 11-ге тең. Екеуі тең. Міне салыстыруды орындадық. 5-ші тапсырма бұл ойын. Сыныпта досыңмен бірге ойнауға арналған. Бұл жерде өзің бір санды жасырасың. Сол санды тапқан оқушы, ол сан туралы мына мәліметтерді айту керек. Яғни, ол сан бір таңбалы сан ба, немесе 2 таңбалы сан ба, оның көршілері қандай, оның құрамы қандай. Осылай сыныптасыңмен немесе парталас досыңмен ойын ойнасаң болады. Оқулыққа берілген тапсырмаларды орындадық, енді жұмыс дәптеріне көшейік. Сонымен 109-шы сабаққа берілген 12-ші беттегі жұмыс дәптеріндегі тапсырмалар өте оңай екен. Барлығы 3 тапсырма, сондықтан ең алғашқысынан бастап орындаймыз. Бірінші тапсырмада есепте дейді. Мұнда қызыл нүктелердің санын табайық. 2, 4, 6, 8, 10 нүкте бар екен. Және жасыл нүктелердің саны 3. 10 мен 3-тің қосындысы 13-ке тең. Осы мысалды қолдана отырып, берілген бос торкөздерді толтыруымыз керек. 10-ға қандай санды қоссақ мәні 13-ке тең болады? Әрине 10 мен 3-тің қосындысы. 13-тен қандай санды азайтсақ 10-ға тең болады? Әрине 3-ті азайтсақ. Келесі. Қандай 2 санның қосындысы 16-ға тең? Әрине 10 мен 6-ның қосындысы. 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең, ал 16 мен 10-ның айырмасы 6-ға тең. Мынау өзара кері амалдар. Келесі, қандай 2 санның қосындысы 19-ға тең?
10 және 9-дың. Яғни 10 мен 9-дың қосындысы 19-ға тең. Ал 19 мен 9-дың айырмасы 10-ға тең. 10 мен 10-ның қосындысы 20. Яғни бір ондыққа тағы бір ондықты қосатын болсақ, 2 ондық шығады, 20. Ал 20-дан жартысы 10-ды азайтатын болсақ, қалған 10 шығады. Екінші тапсырма. Бос орындарға тиісті сандарды жаз дейді. Яғни 1 деп тұр, демек біз өсу ретімен тиісті сандарды жазып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тағы да дәл сондай кестені төменде қайтадан толтырып шығамыз. Бұл тапсырма бізге 1-ден 20-ға дейінгі сандарды есте сақтауымызға көмектеседі. Мында 1 түсіп қалған, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мында 13-ті жазамыз, 14, 15, ары қарай мында 17 және 18-ді, ең соңына 20 санын жаздық. Міне екінші тапсырманы да орындадық. Келесі тапсырма көркем жазуға берілген тапсырма. Өткен сабақта айтқанымдай, 2 таңбалы сандарды біз жекелеген тор көздерге жазамыз. Яғни 1 ондығын бөлек тор көзінің ішіне, 4 бірлікті бөлек тор көздің ішіне. Одан кейін 1 тор көз бос қалдырамыз да, дәл осы реттілікпен үлгіні толтырып шығамыз. Бастыру керек нүктелердің үстін басып шығамыз. Дәл солай төменде 19-ды да жазып шығамыз. Міне. Сонымен 109-шы сабаққа берілген оқулықтағы және дәптердегі тапсырмаларды осылайша орындадық. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.